Адамға жақпайсың. Мінсіз болу да, барлығына ұнау да мүмкін емес. Табалайтындар жетерлік бұл өмірде. Қанша жерден жақсы болсаң да, сенен бәрібір мін табады. Тура жолмен қанша жүрсең де, қисайған көлеңкеңнен кемшілік табатындар болады. Мінезі жаман адам саған ашуланса, сыйластығыңды жоққа шығарады. Жақсылығыңды ұмытады, сырыңды елге жаяды. Тіпті сенің бойыңда жоқ нәрсені айта бастайды. Өмір ғой досым, сүрінесің, қайта жүресің, жылайсың, кейде күлесің. Ашының дәмін татпасаң, тәттіні қайдан білесің. Қандай адам қадірлі дейсің? Ол сен биікке жетсең де, төмендесең де қадірлей білетін, байлығыңды емес, адамдығыңды бағалайтын, еш уақытта өзгермейтін, қиындықта тастап кетпейтін жан. Кейбіреулерді қадірлесең, аспанда балады. Сенің жасаған жақсылығың оған өтеген міндетің сияқты көреді. Сол үшін жақсылықты, кішіпейілділікті адамына қарап жасаған дұрыс. Шектен асқан мейірімділік, кішіпейілділік өзіңді қадірсіз, жалынышты етіп көрсетеді. Шыр қайналар шіркін тауық, жемің болса қолыңда. Қайдағысы сені тауып, топырлайды жолыңда. Досыңмын деп ант береді, жем іздеген жанама. Жем таусылса жалт береді, сенерлік дос санама. Қыранды қыран етіп, аспанға самғатқан екі қанаты, ал адамды адам етіп, қырандай самғататын арманы мен мақсаты. Сұлу делік сұлудың да міні бар, күліп тұрған кісінің де мұңы бар. Оқасы жоқ ішің толып кетсе егер, қасқыр сынды айға қарап ұлып ал. Иә, інім, өмір қызық, бірақ қиын, сырғиды тұрақтамай сынап күйің. Қуансаң өмір қымбат, ал мұңайсаң өмірдің құны кейде бірақ тиын. Сөз көп, бірақ мән аз, заң көп, бірақ әділдік аз. Мылжың көп, бірақ шешен аз, сыртынан қарасаң бәрі жүріп жатыр, бірақ мәре сызығына жеткен тым аз. Бәрімізде өтпелі өмірдің, шолақ дүниенің қонағымыз. Біреу білмегенді біреу біледі, біреу жылайтынға біреу күледі. Сіз үшін кішкентаяқ көмек түңілген жанды қайта аяғынан тік тұрғызып, жаңа өмір сыйлауы мүмкін. Өмірде құламайтын жан жоқ. Маңыздысы, қанша құласа да, жарты жолдан қайтпай, жолын әрі қарай жалғастыруда болып тұр. Біреуге қылма жамандық, жаманды өзіңе тартарсың. Біреуге қазба құдық, өзің қыларсың. Ештеңе істемеген адам ғана қателеспейді. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Нағыз жасампаз шебер көмірді алмас қылып шығарады. Балалардың жанын түсінетін ұстаз да тура сондай. Бүлдіршіндерге сенім білдіріп, оларды аспандағы жұлдыздарға айналдырады. Ұстаздық мінез құлық нормасы мынадай болуға тиіс. Ол тым қатал да, тым ырыққа да жығыла бермеуі керек. Бір ел қалай құлдырайды? Ел соғыста жеңіліп, көп жерінен айырылып емес, заманына қарай амал жасамаса, құндылықтарынан айырылып, болашағынан күдер етсе, сонда анық құлдырайды. Кім болса да, онда үш негізгі қасиет болуы керек. Біріншісі ақылдылық, екіншісі сезімталдылық, үшіншісі әділдік. Егерде соңғысы жоқ болса, қалған екеуінің түкке пайдасы жоқ. Өмірде ең құнды және қымбат дүние сенімге ие болу. Арзан мінезді адамдарда ол табылмайды. Кедейлік осылай болады екен ғой деп, өзімді өте жаман сезінгенмін. Бір аяғы жоқ баланы көргенде ғана ол сезімнен арылдым. Сүттен шыққан бүкіл қасықтардың ақ болып шығуы табиғи жағдай. Бірақ маңыздысы сол сүттің ақ болып қалуы. Шынымен де жүзу үйренем десеңіз, суға секіруге тура келеді. Шетте тұрып, қанша ой жүгірткенмен
суға түспей ол ойлардың түкке де пайдасы болмайды. Өмір махаббаттан, сүйіспеншіліктен және адами қатынастардан тұрады екен. Жауыңыздың неден қорқатынын білгіңіз келсе, оның немен сізді қорқытатынына қараңыз. Бәріміз кімді және нені қалай түзеу керек екенін білеміз. Ақыл айтуға да құмарымыз әйтеуір. Бір қызығы, сол түзеу керек екен нәрселердің ішінде өзіміз жоқпыз.